Ұлы дала тарихынан бастап тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстанның дербес мемлекет ретінде қалыптасу тарихына шолу жасау, сындарлы жылдар ішінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемел саясаты мен ерен еңбегі арқасында еліміздің жеткен жетістіктері мен толайым табыстарын, сондай-ақ қазақстандық әлеуметтік және рухани игі өзгерістер белесін көпшілікке таныту мақсатындағы Қазақстан Ұлы дала елі тәуелсіздік виртуалды кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Барлық жеңіс пен жетістіктерді айқындап, егемендік жылнамасын паш еткен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Егеменді Қазақстан газетінде 5 қаңтар күні жарияланған «Тәуелсіздік бәрінен де қымбат» атты мақаласы жүріп өткен жолымыздың даралығы мен саралығын айқындап бергендей. Кітап көрмесінде президент мақаласының әр бөлімінде елдің егемендік тарихының айтылу мезеттерін баяндайтын 3-10 жылдыққа бөлінген өткеніміздің өрнекті де көрнекті тұстарын бейнелейтін кітаптар қойылған.